Reddit'tегі түнгі сменада жұмыс жасайтындар, жұмыста қандай біртүрлі оқиғалар болды? Менің ағам дүкенде түнгі сменада жұмыс істейді. Бір күні олардың дүкенін бір жігіт кірпішпен тонамақшы болыпты. Қолдарыңды көтеріңдер, бұл кірпішпен тонау, бастарыңды жарам деп айқайлаған шығар. Мен ешқашан дүкенде немесе түнгі сменада жұмыс істемедім. Бірақ бір қызық жағдайға тап болдым. Сағат таңғы 4-5-тің шамасы қала сыртындағы 24-7 дүкен. Дүкеншінің түрі әбіржіп кеткен. Меніңше демалыссыз жұмыс істеген секілді. Бір жігіт келіп дүкеншіден жұмыртқаны штучно сатып ала алам ба, маған 6 штук керек деді. Дүкенші, жоқ, толықтай сатып аласың, 12 жұмыртқа немесе 0 жұмыртқа аласың. Жігіт бір күрсініп жұмыртқаны толықтай алды. Ол сыртқа шыға сала қораптағы қалған 6 қажетсіз жұмыртқаны дүкеннің терезесіне лақтырып, қалған 6 штугын алып кетіп қалды. Дүкен жабылуға жақындағанда біз сыра сатпаймыз. Кешке таман бір жігіт кіріп 2 бөтелке сыра сұрады. Сатылмайтынын естігесін ашуланып шығып кетті. 1-2 сағаттан соң дүкенге 2 полицей келіп, жаңағы жігіттің көлікке қағылып өлгені туралы айтып, менің ол адам туралы не білетінін сұрады. Шыны керек, мен сыра сатпай қойған соң өліп қалғандай көрінді. Өзімді нашар сезініп кеттім. Түн ортасында дүкенге бір жігіт келді. Үстіне көрпе оранып алған. Дүкендегі қалған сыраның бәрін алып кассаға келді. 12 сыра және тағы бір нәрселер болды. Ол бәрін қолына алды да ақшаның орнына жартылай тістелген тако тастап кетіп қалды. Мен шыны керек не істерімді білмей маңырап тұрып қалдым. Кейін басшылыққа оның қалтасында тапанша болды деп жауап беріп құтылдым. 1-2 күннен кейін басқа дүкенге солай жасамақшы болыпты. Бірақ ол жердегі күзетшілер оны атып тастапты. Өкінішті әрине. Мен Нью-Гэмпширдің жақсы аудандарының бірінде жанармай құю станциясында түнде жұмыс істеймін. Бір күні әдеттегі түнгі сменада бір сатып алушы мені таңғалдырды. Мен дүкенді жабуға дайындалып жатқанда ішке біреу кіріп келді. Ол кіші бойлы, хаки түсті жейде киген үлкен кісі еді. Мен оған әдеттегідей күніңіз қалай өтті деген сияқты сұрақтар қойдым. Сосын мен оған сдачаны беруге қолымды созғанымда ол менің қолымнан мықтап ұстап алды да көзіме тіке қарап, тозақ деген өтірік жер емес, ал шайтан саған қолын тигізіп қойған. Қызым, абай бол деді. Түн ортасында дүкенге үсті басы қан бір бала келді. Денесінің сау жері қалмаған. Біз оған жедел жәрдем шақырайық па дегенімізде ол жоқ деп сыртқа шығып кетті. Ал дала қара суық болатын. Болмаса полиция шақырайық дегенде ол бала орнынан тұра сала қашып кетті. Меніңше ол қылмыс жасап қашып жүрген секілді. 90-шы жылдары шағын дүкенде түнгі сменада жұмыс істедім. Дүкенде әдеттегі заттардан бөлек сэндвич, бургер және буррито сататын. Соңғы буррито сатыла сала басқа не бар екен деп тоңазытқышты ашқанымда жұмыртқадан басқа еш нәрсе болмады. Сағатта болып қалды. Ешкім жоқта тезірек ішті тазалап дүкенді жуып үйге кетейін деп іске кірістім. Жарты сағатта ішті тазалап жуып бола бергенде ішке бір жігіт кірді. Маған бір буррито деді. Бізде бурритода бургерде бітті дегенімде ол дүкен сөрелерін жаймен қарай бастады. Біз жабылдық, ештеңе сатылмайды дедім. Сол кезде ол мен жаққа қарай жаймен келіп қалтасынан пышақ шығарып маған тақады. Ештеңе істеп үлгермей қалдым. Пышақты тақап тұрып маған тезірек буррито жасап бер деді. Мен қайтадан бізде оны жасайтын ештеңе жоқ, бәрі бітті деп тоңазытқышты көрсеттім. Ол оны ашып біраз тұрды да ашуланып шығып кетті. Түнгі сменадағы дүкен бәрі әдеттегідей. Менде әдеттегідей шашаңқы күйде келесі сатып алушыны өткізіп болып жатқанмын. Кенет жолдың арғы жағындағы түнгі клубта төбелес басталды. Бір кезде бәрі сыртқа шығып кәдімгідей төбелесіп кетті. Полиция келіп 20 шақты адамды перцовой баллончикпен атты. Төбелес басылғандай болды. Бір кезде жаңағы 20 шақты адам жүгіріп келіп жабайылар сияқты дүкендегі сүттердің бәрін ашып, көздерін беттерін жуа бастады. Сөйтіп перцовой баллонның кесірінен дүкен есіксіз және сүтсіз қалды. Кеймарт дүкенінде жұмыс істедім. Сағат шамамен таңғы 4 шамасында дүкенге бір шегол кірді. Ол дүкеннің соңында орналасқан шұлық жұмсақ ойыншықтар тұрған себетті өртемекші болды. Оның жоспары бойынша біз түтінді көріп, өртті сөндіруге жүгіргенде, сырттағы 2 досы келіп кассаны тонап кету болған. Бірақ олар дүкенде бір емес бірнеше адамның жұмыс істейтінін білмесе керек. Біз шеголдарды тезірек ұстап алдық. Дүкенде тұрғанында 2 жас бала келді. Екеуінде түрі қорқып тұрғандай көрінді. Олар бензин аламыз деді, бірақ төлейтін ақшалары жоқ. Көмектесе алмаймын дедім. Бір кезде олар көліктен 2 гитара алып шықты. Екеуі де қымбат гитара. Оригинал екені көрініп тұр. $20 сатып алшы деп ұсынды. Мен гитараны қолыма алып, тағы не бар деп сұрадым. Екеуі көліктің ішін көрсетті. Ол жерде неше түрлі мықты гитаралар жатыр. Жігіттер, менің қалтамда тек $14 бар. Сатсаңдар осы ақшаға аламын дедім. Олар ұзақ ойланбастан келісті. Сөйтіп мен сыртында $600 деген ценнигі алынбаған су жаңа гитараны $14 сатып алдым. Я, байқағандарыңда екеуі гитара сататын дүкенді тонап кеткен. Бірақ мен полицияға хабарласпадым. Менсіз ақ ұсталатын сияқты екеуі. Түн ортасында дүкенге бір әйел кірді. Оның киімдері де өзі де бір түрлі
біртүрлі болатын. Шашы май және біртүрлі боянып алған. Ол 1-2 сусын алды. Дүкенге кіргеннен бастап ол менен көзін алмай қарады. Мен сәл сасқалақтап қалдым. Кассаға келіп ақшасын төлеп жатқанда ол маған қарап, "Мен сені тудым" деді. Мен түсінбей қайтадан не дегенін сұрадым. "Мен сені дүниеге әкелдім. Сен менің қызымсың" деп қайталады да кетіп қалды. Ал сен түнгі сменада жұмыс жасап көрдің ба? Жұмыс жасаған болсаң, қандай қызықты немесе біртүрлі оқиғалар болды? Комментарийға жазуды ұмытпа.